Неге ол мені қараңғы судың қасына жалғыз өзімді тастап кетті, бірақ аяқ-қолдарының бәрін байлап тастапты. Бұл жердегі мағынасы сонда не? Қасымда қазір ешкім жоқ секілді. Бірақ мүмкін ол адам мені сыртымнан бақылап тұрғанда болар. Осылай денемді байлап тастаған арқандарды шешуге тырысып көрдім, бірақ оңай шағатын жаңғақ емес екен. Арқандар өте қатты болғандықтан тіпті орнымнан қозғала алмай жатырмын. Сөйтіп, арқандарды қалай шешемін деп ойланып жатқан едім. Судың астынан шығып жатырған, еш нәрсеге ұқсамайтын, өзгеше бір мақұлықтың дауысын естідім. Бұл дауыстар тура судың астынан шығып жатыр. Соған қарағанда, бұл су астында бір нәрсе бар секілді. Бірақ ол не болуы мүмкін? Мен де қорқайын дедім. Егерде олар су астынан шығып келіп, мені жеп қойса ше, немесе маған шабуыл жасаса, мені тірілей жеп жатқан амалсыздан қарап тұрумен боламын ба? Сондықтан мына арқандардан өзімді босатуым керек. Осылай 5 минут бойы арқанды шешуге тырысып көрдім, бірақ нәтиже жоқ. Қанша тырыссам да шеше алар емеспін. Кенет ақыры су бетінен жағажайға шығып жатқан келімсектерді көрдім. Олардың мойындары өте ұзын, ал қолдары өте көп. Иістері болса өте жағымсыз. Олар менен 10 метр жерде тұрса да, мені сезіп тұрмын. Сөйтіп 4-5 бейтаныс келімсектер менің қасыма енді жақындай бергенде, қарудың атқан дыбысы тарс ете қалды. Әлдекім келімсектерге оқ жаудырып, оларды үркіте бастады. Шынымен келімсектер артқа шегініп, су астына қайта кіріп кетті. Мені біреу құтқарды. Ол кім? Деп басымды бұрып қарасам, бұл күндіз ғана сөйлескен шал екен. Бәсе таңертең сөйлескенімде ол маған бірдеңені меңзеп айтқысы келген еді. Бірақ ана сүмелек келіп қалғаннан кейін маған дұрыс ескерте алмады. Бұл ауылдан кетіп қал деп айттым ғой саған. Үлкендерді тыңдамайсыңдар. Ал не болды? Анау мақұлықтардың түнгі азығы бола жаздадың. Деп қария менің қасыма жақындап, арқандарды шеше бастады. Маған түсіндіре аласыз ба, мыналар не бәле өзі? Ауылдарында не болып жатыр сонда, мынау? Түсінбедім. Сұрақ қоятын уақыт жоқ. Қане тез орындан тұр, әйтпесе олардың бәрі су жағасына шығып кетеді. Жүр, менің артымнан ер. Сөйтіп мені құтқарып қалған ақсақалдың артынан еріп бара жатырмын. Және жол бойында қариядан бұл құбыжықтар туралы кішкене болса да ақпарат білгім келіп еді. Сөйтіп сұрадым, бірақ ол маған жауап бермеді. Кенет біреу бізді айқайлап шақыра бастады. Шал, сен не бүлдіргеніңді түсініп тұрған боларсың, деп ол кісі қасымызға жақындады. Сөйтсем бұл адам мені ұйықтатып, құбыжықтарға жем қылғысы келген сүмелек екен. Сүмелек, не үшін мені адам құрлы көрмедің, а? Міне көрдің бе шал, егерде сен оны құтқармағаныңда, бұл біздің алдымызда сайрап тұрмайтын еді, яғни келімсектер бізге шабуыл жасамайтын еді. Бірақ сен бәрін жойып жібердің. Басыл, енді маған бәрібір. Мен басынан ақ бұл іске қарсы болғанмын, бірақ сендер осы уақытқа дейін жазықсыз адамдарды азық ретінде пайдаланып келдіңдер. Жетер енді, бұл бассыздыққа қол қусырып қарап отыра алмаймын. Шалай, күлсең кәріге күл деген осы шығар. Неліктен кенет ішіңдегі мейірбандығың ояна қалды, а? Осы уақытқа дейін не үшін ештеңе айтпадың? Қаншама туристерді құрбандыққа шалдық. Бірақ сен ештеңе демедің ғой. Айтып тұрмын ғой, бұл жаман ісімізді тоқтатуымыз керек. Және, деп ақсақал өз ойын айтуға оқталып жатқан кезде, кенеттен бұталар арасынан әлгі келімсектердің ақырған дауыстары шығып бастады. Олар бізге шабуылды бастап кеткен секілді. Жалпы осы ауыл ішіне шабуылдап бастап жатыр. Ал ауыл тұрғындары болса жан-жаққа қашып жатыр. Мен қарияға қарап тұрмын. Бар үмітім осы қарияда.